Сәлем менің сүйікті оқырмандарым, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай миксерсіз, духовкасыз, әрі қантсыз осындай дәмді торт әзірлейтін боламыз. Жасалу өте оңай. YouTube'тағы қазақша контенттің дамуы үшін осы видеоға лайк басып, осы арнаға тіркеліп қойыңыздар. Тіркеліп қойсаңыздар, келесіде шығатын видеоларды ең бірінші болып көретін боласыздар. Мінекей сондай дәмді, бір жақсысы қант қолданбай, осындай өте дәмді, духовка қолданбай, миксер қолданбай осындай торт әзірлейтін боламыз. Торттың құрамы өте қарапайым. Осындай 3-4 дана киви және осындай ұсақ кез келген печенье, қаймақ және сгущенка керек болады. Қыздар, енді тортты дайындауға кірісеміз. Бізге кивиді осылай дөңгелек етіп турап алу керек. Кивидің орнына апельсинді, құлпынайды қолдансаңыздар да болады. Кивиді осылай дөңгелек етіп турап алғаннан кейін бізге тереңдеу ыдыс керек болады. Мен тостаған деп атаймын. Тостаған немесе шағын кастрюльге жасауға болады. Мен осындай шыны тостағанға міндетті түрде осындай пищевой пакетті төсейтін боламыз. Яғни тостағанмен бірдей етіп жасау керекпіз. Пакетті видеода көрініп тұр. Тура осындай қылып жасаймыз да, енді кивиді тізіп алатын боламыз. Мен толтырып жасамадым, қатты биік болып кететін болды. Мен жартылай ғана жасадым. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай осылайынан тізіп шығатын боламыз. Мінекей тізіп алдық. Енді бізге бұл ыдысты былай бір шетке қоя тұрамыз да, 200 грамм осындай ұсақ печенье, қоюлатылған сүтімізді саламыз және қаймақты саламыз. Қоюлатылған сүт дегеніміз бұл жерде сгущенка. Мен 3 желанияның сгущенкасын қолдандым. Өйстіп, енді осыны салғаннан кейін печенье үшеуін жақсылап араластырып алатын боламыз. Яғни бір-бірімен дәмі сіңуі керек. Солайынан араластырып аламыз. Құрметті менің сүйікті оқырмандарым, сіздерге видео ұнаса, лайк басуды ұмытпаңыздар, және осы видеоның астына комментарий жазуды да ұмытпаңыздар. Қай азық-түліктің қаншалықты мөлшерде қосылатындығы төменде описанияда жазулы тұр. Мінекей печенье, қаймақ, қоюлатылған сүт үшеуі жақсылап араласты. Енді жаңағы дайындап алған кивидің үстіне біркелкі етіп төсеп алатын боламыз. Достар, қазақша контенттің дамуы үшін сіздердің қолдауларыңыз өте маңызды. Өздеріңіздің қолдауларыңызды осы видеоға лайк басу арқылы, комментарий жазу арқылы білдірсеңіздер болады. Және осы рецепт сіздерге ұнаса, төмендегі поделиться батырмасын басып, өздеріңіздің достарыңызбен, құрбыларыңызбен бөліссеңіздер болады. Мінекей біркелкі етіп жасап алдық. Осы күйінде 3 сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Немесе кешке жасап бір түнде тұра берсе болады. Мінекей мен уақыт өткеннен холодильниктен алдым. Холодильниктен алған соң осындай сәйкес келетін тарелканы қойып, пищевой пакетімізді біріктіріп, бірден тартып қаламыз. Мінекей сол кезде біздің тортымыз дайын болып шығады. Қараңыздар, керемет емес пе? Қазір бетіндегі пакетін алып тастаймыз. Қыздар, сіздерге осы видео ұнаса, каналға тіркеліп, осы видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Тіркелу үшін төмендегі подписаться батырмасын басыңыздар. Өте керемет. Сіздерге рецепт ұнады деген ойдамын. Егер сіздерге рецепт ұнаса, төмендегі комментарий бөліміне кез келген смайлик қалдыруларыңызды сұраймын. Мінекей кескен кезде де сондай жұмсақ, керемет, дәмі бір-біріне сіңген. Рецепті соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Өте дәмді. Қараңыздар, керемет енді. Арасын көрсетемін. Мінекей, қараңыздар. Каналға тіркеліп, осы видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.